Тұрмысқа шыққаныма 4 жылдың жүзі болды. 3 жасар ұлым бар. Бұйыртса екінші рет ана атанғалы отырмын. Келін болып түскен жеріме ешқандай шағымым жоқ. Шүкір, күйеуімді де, ата-енемді де жамандай алмаймын. Енді әр адамның өзіне тән әртүрлі мінезі болады. Оны түсінуге тырысамын, өйткені өзім де кемшіліксіз адаммын деп айта алмаймын ғой. Сондықтан мен отбасымдағы адамдардың барлық мінездеріне түсіністікпен, кешіріммен қарап келемін. Кейде ашулансам, көңіліме бірдеңе жақпаса, ұлыма қарап басыламын. Ана болудың ең ұтымды жері осында ғой. Енді өзің үшін ғана емес, бала үшін, баланың болашағы үшін өмір сүресің. Жақсы ана болуға тырысасың. Балаңа барлық жағдайды жасап, солардың келешегі кемел болу үшін жұмыс істейсің. Мұның барлығын айтып отырған себебім, кейде мен енемнің бір мінезін түсіне алмаймын. Енем мен келін болып осы үйге түскеннен бастап ас үйді маған толықтай табыстаған. Өзі мүлде ас үйге кірмейді. Тірлігіме араласпайды десем де болады. Құрбыларыма айтсам, сенің енең күшті ғой, осылай болғаны үшін қуанбайсың ба? Әрбір ісіңе араласып, тұмсығын сұға берсе, қайтер едің, деп өзіме ұрсады. Құрбыларымның айтқаны да жөн шығар, бірақ кейде енемнен ақыл сұрағым келеді. Қанша дегенмен маған қарағанда өмірден алған тәжірибесі мол ғой, деген мақсатпен әрине. Сондайда енем білмеймін деумен құтылады. Сонда маған дейін сол үйдің, сол ас үйдің иесі болды ғой. Қалай білмейді? Неге мына жерің дұрыс, мына жерің жөн болмады деп қателіктерім болса, түзетіп отырмайды деп ойлаймын. Әрине, отбасымның тыныштығы үшін ас үйді толықтай тапсырып қойғаны жөн шығар. Алайда кейде мен де адам болған соң бір жаққа баратын жұмыстарым шығып қалады. Сондай кезде үйге қонақ келіп қалса да, оларға шай бермей мені күтіп отыра береді. Бір мысал айтайын. Бірде жұмыстарыммен сыртқа шығуға тура келді. 1 сағатқа деп кеткенмін. Алайда жұмыстарым бітпей сәл уақыт кідіріңкіреп қалдым. Ал үйде кеше келген қонақтар бар болатын. Кешкі асқа ет асып берейін деп ойлағанмын. Жұмыстарымды тез-тез бітірген соң үйге келіп қазанға ет салуға үлгеремін ғой деген едім. Бірақ кешігіп жатқан соң енеме хабарласып, апа, қазанға ет салып қоя бересіз бе? Мен кешігіп жатырмын, жұмыстарым бітпей күтуге тура келіп тұр. Үйге барған соң қамырын өзім илеп жаямын ғой деп едім. Енемді жұмсайын деген ойым жоқ. Жайшылықта мен үйде болсам бір сәрі. Ондай кездерде қазан ошаққа жоламайды. Ал мен үйде болмаған кезде өтініш айтып едім. Мен қанша ет салатынымды білмеймін. Өзің келген соң саларсың, деді. Мен не дерімді білмей қалдым. Елдің келіндері енесінен сұраушы еді, апа, қанша ет салайын деп. Ал бізде барлығы керісінше. Кейде ойлаймын, енем келін алсам болды, менің қолым зарады дегенді басқаша түсінетін сияқты. Алдында тұрған кесені бері жылжытпайды. Әр адамның мінезі бар ғой. Енемнің қанына сіңіп кеткен осы әдетін мен түзей алмайтынымды да жақсы білемін. Алайда менің таң қалатыным, мен бұл үйге келін болып келмей тұрып, енем қалай күн көрген деген ой мазалайды. Қарапайым ғана нәрсе, енем дайындап қойған жапқышты төсегіне жабуға еріне ме, әлде дайындап қоймады деп маған қыр көрсеткені ме түсініксіз. Төсек жабдықтарын жиі ауыстырып, тазасын төсегінің аяқ жағына қарай қойсам, оны да сол бойы төсемей салынбаған төсекке жата салады. Қартайған кісі болса, оған денсаулығы жарамайды ғой деп түсінуге болар еді, ал бірақ енем менің анамнан жасы 50-ге де толмаған әлі. Мен тұңғыш келінімін ғой, соған қарамастан санасына сіңіп қалған бекен, барлығын келін істеу керек деген ой. Жарайды, істесем өз үйімнің тірлігі ғой. Ата-енеге қарауда менің міндетім. Кейде қатты шаршаған сәттерде көмек берсе болады ғой, деп ренжігеніммен анығында қасарыспаймын. Үлкен кісілердің батасын алуға тырысамын қайта. Соңғысы тіпті жаныма батып кетті. Әлде аяғым ауыр болғандықтан сол нәрсені көңіліме алғыш болып қалған шығармын өзі, білмеймін. Маған өте қиын. Енем жақында қайынсіңілімнің баласын үйге әкеліп алды, өзім қараймын деп. Қызына жаны ашығаны ғой, оған ештеңе демес едім. Кішкентай бала ол, әлі сөйлей алмайды. Сондықтан арасында бүлдіріп қояды, оны тазалайтын мен. Енем балаға қараймын деп алдырғанымен ол балаға мен қараймын. Өзімнің аяғым ауыр, әрең жүрмін, кішкентай бала өзімде де бар. Оған қоса қайынсіңілімнің баласына қарап тамағын беріп, жуындырып, киіндіріп, шашқан жерлерін жинап жүру менің мойныма артылған. Жастары шамалас, екеуі де кішкентай 2 балаға қарау мен үшін қиын. Өзімнің ұлым барлығын түсіндіреді, төбекке отырады. Енеме деген ренішім бір жағымнан шығыспады. Барлығын менің мойныма артып қоя салды дегенім ғой. Ал басқан ізімді аңдып, неге мынаны бұлай жасамағансың, неге мынаны дұрыстап атқармағансың, деп ілік іздемейтіндігі үшін ғана бұл қылығына кешіріммен қараймын. Сонда да маған қиын болып жүр.
қалай жасауға болады? Енем айтқан өтініштің орындалмайтынын да жақсы білемін. Алайда бір ғана адамға бүкіл үйдің шаруасы. Балаға қарау, отбасы мүшелеріне күнделікті ас-ауқатын дайындап, үйді таза ұстау, кірін жуып, ыдыс-аяқты айнадай етіп қою бір ғана адамға өте қиын. Әбден шаршадым. Келін болған соң сенің міндетің дейтіндеріңіз бар шығар. Бірақ келін де адам ғой. Осыны енелер түсіне ме екен? Әлде менің енем ғана осындай ма?